Ассалаумағалейкум құрметті оқушылар, барлықтарыңызға сәлем. Келіп жеткен ұлттық бірыңғай тестілеу сынақтарынан барлықтарыңыздың аман есен сүрінбей өтулеріңізге тілектеспіз. Бүгін біз физика пәні бойынша нағыз ұбт-дағы бірінші ағымда келген сұрақтарды қарастыратын боламыз. Тек қана бірінші ағым емес, егер де екінші, үшінші ағымдардағы сұрақтар осы ВКонтакте парақшаларына шығып жататын болса, оларды да алдағы сабақтарда қарастыратын боламыз. Сондықтан да каналымызға жазыла тұрыңыздар балдар. Даму онлайн каналына ютубтағы. Және қоңыраушаны басып қоюды ұмытпасаңыздар болады, өйткені видеолар шыққан кезде сіздер оны алдын ала көріп, сол алдын ала дайын кірсеңіздер болады. Кейінірек тапсыратын оқушылар үшін. Сонымен қатар балалар, біздің Инстаграм және ВКонтакте желілерінде парақшаларымыз бар. Соларға да жазылып, бізге үлкен қолдау көрсетсеңіздер болады. Ал барлықтарыңызға сәттілік. Тағы да біз талдауымызды бастайық. Бірінші есептен бастап көрелік. Массасы 20 кг дене, биіктігі 10 метр, ұзындығы 50 метр көлбеу жазықтық. Көлбеу бойымен 10 метр секунд жылдамдықпен сырғанап түседі. Осы кездегі үйкеліс күшінің жұмысымен үйкеліс күшін анықтауымыз керек. Есептің қысқаша берілген жазып кетейік. Баста бізде 20 кг, биіктік бізде h, бірден жаза берейінші бойынан. Ұзындық бізде L деп белгілейік. Так, L. Жылдамдық бізде V. Бізден нені сұрап жатыр? Бізден сұрап жатыр үйкеліс күшінің жұмысын және үйкеліс күшінің өзінің мәнін сұрап жатыр. Осыларды сұрап жатыр екен. Енді үйкеліс күшінің жұмысын анықтау үшін біз мына формуланы қолданамыз. Жұмыстың кәдімгі механикалық жұмыстың формуласы. Үйкеліс күшінің жұмысын анықтау үшін біз үйкеліс күшін орын ауыстыруға көбейтуіміз керек және косинус альфа болу керек. Формуласы, негізгі формуласы. Енді оның суретін салып қарайтын болсақ, осы есептің, мысалы, мына көлбеу жазықтықтың өзінің ұзындығы, мына жағы көлбеу жазықтықтың биіктігі болсын. Көлбеу жазықтықтың биіктігі есептің шарты бойынша 10 метрге тең, ал көлбеу жазықтықтың ұзындығы 50 метрге тең. Енді дене осы көлбеу жазықтықтың жоғарғы бөлігінен төмен бөлігіне қарай орын ауыстырады екен. Ендеше орын ауыстыруды біз L-ді, ұзындықты орын ауыстырудың орнына алып келіп қойсақ болады деген сөз біріншіден. Екіншіден, дененің орын ауыстырған кездегі орын ауыстырады ғой денені. Сол кезде төмен қарай көлбеу жазықтық бойымен оны mg синус альфа деген күш. mg синус альфа күші әсер етсе, қозғалысқа қарама-қарсы бағытта әрқашанда кері әсер етуші күш, ол үйкеліс күші болады. Енді үйкеліс күші мен орын ауыстырудың арасында ешқандай бұрыш жоқ, сондықтан косинус альфа 0 градуста 1-ге тең болады. Мынаны біз F үйкеліс көбейтілген L деп алсақ болады деген сөз. Енді үйкеліс күшінің өзінің мәнін қайдан табамыз? Есептің шартында бізде үйкеліс коэффициенті жайлы айтылмаған. Сондықтан да біз басқа жолмен жүруіміз керек болып тұр. Енді қараңыздар, ол үшін біз былай алуымыз керек. Дене тыныштық күйден деп есептің шартында айтылып жатқан жоқ. Ол дене біз қабылдаймыз, ол барлық жол бойы жылдамдығын өзгертпестен қозғалды деп. Тұрақты жылдамдықпен қозғалды деп қарастырамыз. Егер де дене тұрақты жылдамдықпен қозғалатын болса, онда денені төмен қарай қозғайтын mg синус альфа күші ол үйкеліс күшіне тең болады. Түсінікті ме? Ендеше біз үйкеліс күшін mg синус альфа күшіне теңестіріп, үйкеліс күшінің мәнін анықтап алуымызға болады екен. Ал синус альфа деп айтқан мына бұрыштың синус альфасы, ол бұрыштың нешеге тең екенін анықтау үшін біз Пифагор теоремасын қолданамыз. Синус альфаны анықтау үшін біз қарсы катеттің гипотенузаға қатынасы. Қарсы катет бізде 10 метрге теңде, гипотенузаның мәні бізге 50-ге тең. Сонда қарсы катеттің, яғни 10-ның 50-ге қатынасы бізге 0,2-ні береді. Осы жерге алып кеп, m-нің орнына 20 кг, g-ның орнына 10, синус альфаның орнына біз 0,2-ні әкеп қояр болсақ, 20-ны 2-ге көйтеміз, 40 ньютон деген шаманы аламыз. Енді есептерін ары қарай біз үйкелістің күшін анықтап алдық. Енді біз үйкеліс күшінің жұмысын анықтауымыз керек. Үйкеліс күшінің жұмысын анықтаған кезде ол теріс мәнге ие болады, өйткені дененің қозғалысы мен үйкеліс күшінің бағыттары бір-біріне қарама-қарсы. Үйкеліс күшінің мәні 40 ньютон, ол қандай қашықтыққа орын ауыстырады? 50 метрге орын ауыстырады.
40-ты 50-ге көбейтетін болсақ, балдар 2000 джоуль деген жауапты аламыз. Әрине, бұл жұмыстың мәні теріс болып шығады, өйткені орын ауыстырумен үйкеліс күшінің бағыттары қарама-қарсы. Енді қарап көрейік, бізде G жауабын есептің дұрыс жауабына енгізуімізге болады, -2000 джоуль. Сосын мына -2 килоджоульді де біз есептің дұрыс жауабына енгізуімізге болады. Ал берілген жауаптардың ішінде үйкеліс күшінің дұрыс жауабы есептің шартында жоқ екен. Түсінікті ғой? Үйкеліс күшінің мәні 40 ньютон болу керек, бірақ 40 ньютон деген жауап есептің берілген нұсқалардың ішінде жоқ. Келесі есепке көшейік. Жарықтың ортада түзу сызықты таралуына байланысты табиғатта байқалатын құбылыстар. Сәулелену болмайды. Бұл жылулық құбылыстарға қатысты, денелер қызған кезде сәулелену болады. Интерференция бұл толқындық оптиканың жатады. Конвекция жылу физикасынан күннің тұтылуы, мысалы көлеңке күн тұтылған кезде, ол алдынан көлеңке шықпай, ай шыққан кезде күн тұтылады. Сол кезде көлеңке пайда болады. Көлеңке қай уақытта? Көлеңкенің пайда болуы жарықтың түзу сызықта таралуына мысал болады негізінде. Сондықтан біз Д нұсқасын есептің дұрыс жауабына белгілеуімізге болады. Поляризациялы толқындық оптика. Көлеңкенің пайда болуында біз есептің дұрыс жауабына енгізе аламыз. Поляр шұғыласы келмейді. Дисперсия құбылысы ол да есептің дұрыс жауабына келмейді. Олар басқа құбылыстар. Жақсы, келесі. Балық аулайтын қармақтың капрон бауының диаметрі 0,12 мм. Үзілу жүктемесі 7,5 ньютон болса, капронның беріктік шегі дейді. Жақсы, бізге диаметр берілген есептің шартында 0,12 мм балдар. Әрқашанда есепті шығарған кезде метрмен шығару керек. Сондықтан біз миллиметрді метрге айналдыратын болсақ, оны -3 дәрежесінде көбейткен кезде ол метрге айналады. Сосын ол 7,5 ньютон күшке шыдас береді. Одан үлкен күш түссе, ол үзіліп кетуі мүмкін, капрон. Осының беріктік шегін анықтауымыз керек екен. Ал беріктік шегін анықтау үшін біз сигма F бөлінген S өрнегі арқылы анықтауымызға болады. Ал есептің шартында аудан берілмеген, ауданды анықтау үшін біз S тең пи D квадрат бөлінген 4 немесе пи R квадратпен де табуымызға болады, балдар. Ал R деп отырғанымыз білесіздер ма, нешеге тең болады? R деп отырғанымыз ол диаметрдің жартысы ғой. Сондықтан да 0,6 болады, кешіріңіздер. 0,6 көбейтілген оның -3 дәрежесіндегі метр деп алуымызға болады. Түсінікті ғой? Осыны ескереміз де, енді мына жерде пи ол 3,14, мына жақта 0,6-нан бұлай жаза салайықшы, балдар. 0,6 көбейтілген оның -3 дәрежесінен 6 көбейтілген оның -3 дәрежесі деп, -5 дәрежесінде метр деп жазуыма болады. Сондықтан да 6 көбейтілген оның -5 дәрежесінің квадраты болады. R-дің квадратын орнына қоятын болсақ. 3,14-дің өзі тұра берсін. 6-ның квадраты бізде 36 болады. Оның -5 дәрежесі квадратталса, оның -10 дәрежесі болады. Ауданды біз тауып алдық. Енді білесіздер, балдар, ұлттық бірыңғай тестіде бізге калькуляторға рұқсат берді. Сондықтан да бізде смело қолдана беруімізге болады. Көбейтілген 66. Сонда бізде 113,4 деген жауапты көріп тұрық. Так, әлі есеп толық шыққан жоқ, балдар. 113-те 0,4 деді. Көбейтілген оның -10 дәрежесі. Енді, балдар, не істейміз? Осы сигманы анықтау керек. Сигманы анықтау үшін 7,5 мына жақта 113 көбейтілген оның -10 дәрежесі. Енді оны -10 дәрежесі бөлшектің бөлімінен алымына көтеріп жіберсек, оның +10 дәрежесі болады. 7,5 көбейтілген оның 10 дәрежесі бөлінген 113. Енді, балдар, қайтадан біз калькуляторымызға келейік. Так, 7,5-ті бөлеміз 113-ке. Бұл кезде 0,066. Енді, балдар, ары қарай қатты шығарып жүрудің қажеті жоқ. Бізге Д нұсқасы есептің дұрыс жауабына сәйкес келеді. гигапаскаль. Және F нұсқасын есептің дұрыс жауабын алуымызға болады. Қалған жауаптар келмейді. Түсінікті ғой? Екі жауапты белгілейміз. Д және F. Ары қарай келесі есеп. Тізбекте жүрген 2 альфа-ыдырау мен 2 бета-ыдыраудан кейін 216-84 палладий ядросының пайда болатын туынды ядроны анықтауымыз керек.
Жақсы, белгіні жазайық. Палладий бізде 216-да да 84. Осы жерден мына жақта қандай да бір туынды X ядро пайда болады, иә. Мына үстіндегі атомдық масса болса, мына жақта заряд саны. Ол 2 альфа ядроға дейді. Альфа бөлшекті білесіздер, ол гелий атомы екен, иә. Ол 4-2 болады. Яғни ол да 2 көйтіп қоямыз, өйткені 2 деп тұр. Плюс 2 бета. Бета деп отқанымыз балдар, ол электрон кәдімгі. Электронның атомдық массасы 0-ге тең де, оның заряды -1-ге тең екен. Енді үстінде бізде не орындалу керек? Массалық санның сақталу заңы орындалу керек. Оны жазайық. 216 тең А плюс мына 2-ні 4-ке көйтеміз. 2 көйтілген 4. 2 көйтілген 4 плюс мына 2-ні 0-ге көйтесіздер. 2 көйтілген 0. 2 көйтілген 0. Осы жерден А-ны анықтау керек балдар. Сол кезде қараңыздаршы. Мына 0 болып кетеді, мынау 8 болады. А-ны анықтайтын болсақ, 216-дан 8 азайтамыз да, одан 208 шығады, иә. Енді берілген жауаптардың ішінде балдар А нұсқасының үстінде 208 тұр, басқа жауаптарды қарасаңыздар 208 деген жоқ. Сондықтан да бірден біз А нұсқасын есептің дұрыс жауабына белгілеп ары қарай шығармай кетсек те болады. Түсінікті ғой, иә? Ал ары қарай біз өзімізге сенімдірек болу үшін астыңғы жағында шығарсақ болады. 84 Z. Мына жақта 2-ні енді астындағы 2-ге көйтеміз. 2 көйтілген 2 плюс мына жақта 2-ні -1-ге көйтеміз. 2 көйтілген -1. Осы жерден Z-ті анықтайтын болсақ балдар. Мынау 4 болады, мынау -2 болады. 84-тен 4 азайтсаңыздар 2, оған 2-ні қосасыздар, сол кезде 82 шығады. Z тең 82. Мына жақта да қарап тұрсаңыздар, астыңғы жағы 82, үстіңгі жағы 208. А нұсқасы есептің дұрыс жауабы. Ары қарай. Садақтан тік жоғары атылған жебе 10 секундта жерге түсті. Жебенің көтерілу уақыты ауа кедергісі ескерілмесін. Балдар, мынау бізде есептің шартында ұшу уақыты беріліп тұр, ал көтерілу уақыты осы ұшу уақытының жартысына тең. Сондықтан 5 секундта бірден белгілесеңіздер болады. Есепті 10 сағат шығарып, уақытты жоғалтпаңыздар. Ары қарай. Қатаңдығы 25 кило ньютон бөлінген метр серіппені 0,2 сантиметрге созу үшін атқарылатын жұмысты анықтауымыз керек. Жұмысты анықтау үшін балдар кәдімгі потенциалдық энергияны тапқан секілді есепті шығаруымызға болады екен. Енді 25 мың болады. 0,2 сантиметр деп отырғанымыз 0,2 сантиметр деп метрге айналдыратын болсақ, 0,2-ні біз оның -2 дәрежесіне көйтуіміз керек. Сол кезде ол метрге айналады. Немесе мынаны былай да жазу мүмкін. 2 көйтілген оның -3 дәрежесіндегі метр деп алсақ болады. Осы жерден біз сан мәндерін орнына қоятын болсақ, к-ның орнына біз 25 мың. 25 мыңда 25 көйтілген оның 3 дәрежесі x квадратталады, 2 квадратталады, сол кезде 2-ның квадраты 4 болады. Оның -3 дәрежесі квадратталса, оның -6 дәрежесі бөлінген 2. 4 пен 2-ні қысқартып жібереміз. Мына жақта 2, 25-ті 2-ге көйтсек 50. 50-ді оның 3 дәрежесіне көйтсек 50 мың. Оның -6 дәрежесіне көйтеміз, иә. Сол кезде 5-ның арқасындағы 4 нөлмен, оның -6 дәрежесінен оның -2 дәрежесі қалады. Сол кезде 5 көйтілген оның -2 дәрежесіндегі джоуль, немесе 0,5 джоуль деп алуымызға болады екен. Ол берілген жауаптардың ішінде А нұсқасына сәйкес келеді. Ары қарай. Бөлмедегі ауаның температурасы 15 Цельсий болғанда салыстырмалы ылғалдылығы 70% болған екен. Бөлмені пешпен жылытып, температураны 25 Цельсийге көтергенде ауаның біраз бөлігі шығып, қысымы өзгермейді десек, оның осы температурадағы салыстырмалы ылғалдығын анықтауымыз керек. Және мына жерде кестедегі мәндерді беріп қойған. 15 градустағы ауаның қысымы, қаныққан буының қысымы, қаныққан қысымдарды беріп қойған. Енді балдар, есептің шартын қарасаңыздар, қысым өзгермейді деп тұр. Бұл қысым неге өзгермейді? Енді есептің шартында есепті жеңілдету үшін айтылған, парциал қысым өзгермейді деп қарастыруымызға болады. Балдар, енді қараңыздаршы, біз бүйтеміз бұл кезде былай жасасақ болады екен. Так, мен жерге жаза берейін. Фи 1. Бұл бірінші пешпен ысытпай тұрған кездегі ауаның ылғалдылығы. Ол парциал қысымның қаныққан будың қысымына қатынасына тең шама. Енді жерге P1 деп қойшы. Жақсы ма? Ал екінші жағдайда уже біздің бөлмедегі салыстырмалы ылғалдылық
өзгереді, өйткені үйді қыздырады ғой пешпен. Ол жерде өзгермейтін шама тек қана парциялық қысым. Ана жерде сол кездегі екінші жағдайдағы қаныққан будың қысымы өзгешерек болады. Осы екі теңдеуді біз бір-біріне бөлер болсақ, онда φ1 бөлінген φ2 ұқсас мүшелер қысқарып кетеді. Мынау астына түсіп кетсе, қаныққан будың бірінші жағдайда қысымы, екінші жағдайда қысымы үстіне шығып кетеді. Бұл кезде P қаныққан 2 бөлінген P қаныққан 1 деп жазуымызға болады. Осы жерден φ2-ні анықтауымыз керек. φ2-ні анықтайтын болсақ, так, мыналар төңкеріліп түседі. P қаныққан 1 үстіне шығады. P қаныққан 2 астына түседі. φ1-ді былайынан көбейтсек болады. Балдар, енді бұл жерде мен сіздерге сабақ өтіп жатқан жоқпын. Просто есептен шығару жолын көрсетіп жатырмын. Формула қалай шықты деп физика таңдаған ОБТ тағылған кезде түсіну керек деп ойлаймын. Мына формула қалай шығып кетті деп сұрақ қоймаңыздар, Так, бірінші жағдайдағы қысым бізде 1,71-ге тең. 1,71. Екінші жағдайдағы қаныққан будың қысымы 3,17-ге тең. Так, 3,17. Біздегі бірінші жағдайдағы салыстырмалы ылғалдық 70%, оны біз 0,7 деп алуымызға болады. Енді біз калькулятор пайдаланамыз, балдар. Так, 1,71-ді бөлеміз 3,17-ге. 3,17-ге оны көбейтеміз 0,7-ге. Бізде 0,37 деген 0,38-ге жақын сан шығып тұр. 0,38-ге жақын сан шығып тұр. Ол 38% береді бізге. Сондықтан да біз есептің дұрыс жауабын 38% деп алсақ болады. Ары қарай жазбай ақтайын. Кеттік ары қарай. Жазық ауа конденсаторының пластиналарының ара қашықтығы 2 есе арттырып, арасында диэлектрик өтінділігі 2 есеге тең диэлектрикті орналастырсақ, оның сыйымдылығы қалай болады екен? Бетек бастапқыда оның сыйымдылығы S1 болсыншы. Эпсилон нолевой S бөлінген D болады. Кәдімгі жазық конденсатордың сыйымдылығы. Екінші жағдайда біздің диэлектрик өтінділігі 2-ге тең затты қояды. 2 есе үлкен болады, ауадағысы 1-ге тең, көріп тұрсыздар ма? Ал диэлектрик өтінділігі 2-ге тең ортаны қоятын болсақ, біз 2 эпсилон деп жазуымызға болады. Аудан өзгермейді, бізде ара қашықтық 2 есе арттырады екен. Яғни D-ны 2-ге көбейтеміз деген сөз. 2 мен 2 қысқарып кетеді, қайтадан алғашқы формула келіп шығып жатыр. Ендеше ол ешқандай өзгермейтін деген жауапты қарастырамыз. Берілген жауаптардың ішінде ол А нұсқасына сәйкес келеді. Ары қарай. Зат мөлшерін анықтау формулалары дейді. Так, бірінші келмейді, екіншісін дұрыс жауап енгізсек болады. Так, және Е нұсқасына есептің дұрыс жауабын енгізе аламыз. Қалғандары есептің дұрыс жауабына енгізу мүмкін емес. Кеттік ары қарай. Электролиз кезінде бөлінетін заттың массасы. Электролиздің формуласы қандай еді? М тең кит емес пе еді? Осы жерде қандай шамаларға тәуелді? Ондағы К деп отқан заттың электрохимиялық эквивалент емес пе еді? I деп отқан ток күші, Т деп отқан уақыт. Осы үш шамаға тәуелді массасы. Тізбектегі ток күшіне тұздықты тәуелді дейді. Ендеше А нұсқасын біз есептің дұрыс жауабына енгізуімізге болады. Заттың тегіне тәуелді дейді. Балдар, заттың тегіне К-ға байланысты. Онда біз Б нұсқасында есептің дұрыс жауабына енгізе аламыз. Ом заңы бойынша анықталады, дұрыс емес. Заттың тегіне тәуелсіз дейді, дұрыс емес. Тізбектегі ток күшіне квадраттық тәуелді, квадраттық емес. Өйткені формулада квадрат көріп тұрған жоқпыз. Электролиз уақытына тәуелді. Яғни Т тұр ғой ана жерде уақыт. Онда біз F нұсқасында біз есептің дұрыс жауабына енгізе аламыз. Қалғандары үш жауаптан артық дұрыс жауап болмайды. Түсінікті ғой? Кулон заңы бойынша анықталмайды, Джоуль Ленц заңы бойынша анықталмайды. Олар қате жауаптар. Ары қарай. Ток көзінің электр қосушы күшін анықтамасына сәйкес формула бізде Б нұсқасында бар. Қалған нұсқаларды қарап көрейік. Мынау келмейді. Қалғандардың ешқайсысы біздің берілген сұраққа сәйкес келмейді. Сондықтан бір ғана жауап бар. Осы бір жауап белгілесеңіздер, 2 балл аласыздар. Артығын белгілеп жіберсеңіздер, онда 2 балдан төменге береді. Кеттік ары қарай. Зарядталған конденсатор энергиясының формуласы. Зарядталған конденсатордың 3 түрлі формуласы бар. Ток көзіне қосылған, ток көзінен ажыратылған және жалпы жағдайдағы. Мына бірінші жағдай ток көзіне
қосылған кездегі формуласын белгілеуімізге болады. Сосын мынау ток көзінен ажыратылған кезіндегі формуласы, үшінші жағдайда бұл жалпы жағдайдағы формуласы. Қалған формулалар енді 3 жауап болып тұр. 3 жауаптан артық жауапты белгілеу мүмкін емес. Түсінікті ғой балдар? Қалған жауапты іздестірудің қажеті болмай қалады. Кеттік ары қарай. Температурасы 20 Цельсий болатын 2000 кг шойын балқыту пешіне салынған. Оны балқытуға жұмсалатын жылу мөлшерін анықтауымыз керек. Енді бастапқы температурасы беріліпті, есептің шартында массасы беріліпті. Сосын жылу сыйымдылығы шойынның меншікті балқу жылуы берілген және шойынның балқу температурасы берілген. Бізден осыны балқытуға кететін энергияны сұрап жатыр. Балдар, бұны балқыту үшін не істейміз? Бірінші шойынды қыздырып алу керек. Түсініп ғой, мынандай графиктен білесіздер ғой. Оның бастапқыдағы температурасы 20 градус болады, мына жер 0 болса. Сосын оны не істеп аламыз? 20 градустан 1150-ге шейін қыздырып аламыз бірінші. Мына жер мысалы балқу температурасы 1150. Сосын осы жерге шейін қызғаннан кейін, ол біраз уақыттан кейін балқи бастайды. Сол кезде мына жерге SM дельта, SM дельта Т, мына жаққа лямбда М деген энергия жұмсалады. Олай болса, біз жалпы Q-ді табу үшін SM дельта Т-ның орнымен Т балқу температурасының бастапқы температурасын азайтамыз. Қосылған лямбда М деп жазуына болады. Осыларды осы формула бойынша енді есептеп көрсек болады екен. Әрине, бұл жерде массаны жақшаның сыртына шығарып жіберіп, балдар, Q тең М, сосын мына жақта S, Т балқу азайтылған Т бастапқы плюс лямбда деп алуымызға да болады. Түсінікті ғой? Сол кезде тезірек шығатын шығар есеп енді. Так, сан мәндердің орнына қояйық. Q тең масса 2000 кг, 2 көбейтілген оның 3 дәрежесі деп жаза салайын. Оның меншікті жылуы 540. 1150-ден 20-ны азайтатын болсақ, мына жерге қоямыз ғой. 1150-ден 20-ны азайтамыз мына жақшаның ішіндегі. Сол кезде 1130 болады, 1130 плюс оның меншікті жану жылуы 1,4 көбейтілген 10-ның 5 дәрежесіндегі шамаға тең екен. Енді калькулятор пайдаланыңыз, балдар. Так, 540-та көбейтек 1130-ға. 610.200 деген сан шығып тұр. 610.200. Так, 1,4-ті 100 мыңға көбейтсек 140 мың шығады, 140 мың. Сол кезде 750.200 болады. Оны 2 көбейтілген 10-ның 3 дәрежесіне көбейтеміз. Сол кезде 750 мыңды 2-ге көбейтсек 1,5 миллион шығады. Так. 1,500,000, 1,500,000 көбейтілген 10-ның 3 дәрежесі. Мынаны біз не деп алсақ болады, балдар? 1500 көбейтілген 10-ның 6 дәрежесі. Так. 1500 көбейтілген 10-ның 6 дәрежесі деп алуымызға болады. Ондай жауап бар ма? Е нұсқасында бар ондай жауап. Сосын G нұсқасында бар. Так. Сосын так. Мына жерде неше нөл бар? Мынаны балдар, С нұсқасын емес, так. Егер өтірік мына жерден қайыратын болсақ, 10-ның 3 дәрежесіне 10-ның 5 дәрежесін қосасыңдар. Өйткені жерде 5 нөл тұр, Өзі 15 көбейтілген 10-ның 8 дәрежесінде есептің дұрыс жауабына енгізуімізге болады екен. Өзі D, E, G жауаптары есептің дұрыс жауап болып саналады. Ары қарай. Суретте көрсетілген тізбектегі өткізгіштердің жалпы кедергісін анықтауымыз керек. Мына жер ток көзі, тұрақты ток көзі. Мына жерлер түйіндер, мына жерде 2 түйінді көріп тұрсыздар, одан бөлек тағы бір түйіндер бар, Бұл түйін дегеніміз, балдар, тізбектегі кедергілердің өзара параллель жалғанғандығын көрсететін белгі болып табылады. Біз үстіңгі бөлікте R2 мен R3 өзара параллель жалғанғанын көруімізге болады, және олардың жалпы кедергісін анықтау үшін мына формулаға саламыз. R2 3-ті табылатын болсақ, біз R2 мен 3-ті көбейтеміз үстіңгі жағында, астыңғы жағында оларды бір-біріне қосатын едік. Так, шамалары
R2-нің мәні 4-ке тең екен, R3-нің мәні 6-ға тең. 4 көбейтілген 6, астында 4 қосылған 6 болды. 24, 10, екеуінен 2,4 шығып тұр. Сосын ол R2, 3, R1-ге қалай қосылып тұр? Тізбектегі қосылып тұр. Онда R1, 2, 3-ті табатын болсақ, біз R2, 3-ге, R1-ге R2, 3-ті қосамыз. R1-дің мәні бізде 2-ге тең, R2, 3, 2,4 болды жаңа. Екеуін бір-біріне қосар болсақ, 4,4 Ом деген жауапты аламыз. Сосын, балдар, ең соңғысы, осы R1, 2, 3 кедергілер жүйесі R4-ге параллель жылғап тұр, өйткені мына жақта түйін бар. Онда R1, 2, 3, 4-ті анықтау үшін біз R1, 2, 3-ті R4-ге көбейтіп, астында осыларды бір-біріне қосуымыз керек. Сол кезде, 4,4 R4-дің мәні 8-ге тең, мына жақта 4,4 қосылған 8 болады. Мына жақта 32, так, 32, 35,4 бола ма, сондай болады. Қазір балдар калькулятор ала салайыншы. 35,8 бола ма? Так, 4,4 көбейтілген 8. 35,2, 35,2, 35,2, мына жақта 12,4 болады. Сол кезде 3-ке жақын сан шығады, балдар. 3-ке жақын сан D нұсқасында тұр, Е. Ары қарай калькуляторды қолданудың мағынасы жоқ уже. 3-ке жақын, ең жақын сан 2,8. Жақсы, өйткені 36-ны 12-ке бөлсек 3 шығады ғой. Ана жерде 35,2 36-ға жақын. Сондықтан осылай алсақ болады деген сөз. Келесі. Жинағыш линзаның фокус аралығы 0,2 метр. Дененің кескіні өзінің биіктігінде болып шығу үшін денені линзадан орналастыру қашықтығы. Бізде балдар есептің шартында дененің фокус аралығы берілген, және ол 20 см дейді. Қай кезде дененің биіктігі өзінің кескінінің биіктігіне тең болады? Егер де біз денені 2 еселенген фокустың үстіне қояр болсақ, олай болса, есептің жауабы линза 2 еселенген фокустың үстінде тұрса, өзі фокустың мәні 20 см болса, 2 еселенген фокустың мәні 40 см болады, балдар. Бұл жұқа линзадағы кескінді алудың қасиеттері бар ғой, сол кезде содан естеріңізге түсірсеңіздер болады. Сондықтан біз Б нұсқасын есептің дұрыс жауабы деп белгілейміз. Әрине, балдар, суретін салып 2 сағат линейкамен шығарып отыруға болады, бірақ опыты кезде оған уақыт жоқ. Кеттік ары қарай. 18 км/сағат жылдамдықпен қозғалған трамвай авариялық тежелу кезінде 10 секунд уақыт ішінде тоқтады. Оның тежелу жолын табуымыз керек. 18 км/сағатты метр-секундқа айналдырсақ, ол 3,16-ға бөлген кезде 5 метр-секунд шығады. Барлығын халықаралық бірліктер жүйесінде шығару керек. Уақыт берілген 10 секунд дейді, бізден тежелу жолын сұрап жатыр. Енді есептің шартында үдеу берілмеген, бірақ дене кем-мел үдеумен қозғалып жатыр. Үдеу берілмеген есептің шартында. Не істейміз? Үдеусіз формула деген бар, ол трапецияның формуласы кәдімгі. В қосылған, мысалы, В нулевой бөлінген 2 көбейтілген Т. Енді соңғы жылдамдық есептің шартында 0 болып өйткені дене тоқтайды. Сондықтан ана формуланы S тең В нулевой бөлінген 2 көбейтілген Т деп алсақ болады. В нулевойдың орнына біз кәдімгі 5-ті қоямыз, бөлінген 2, Т-ның орнына 10-ды қоямыз. 5-ті 2 бөлсек 2,5, 2,5-ды 10-ға көйтсек 25 метр деген жауапты аламыз. Берілген жауаптардың ішінде С нұсқасы есептің дұрыс жауабы. Келесі. Массасы 200 грамм дене жылдамдығы 3 метр-секундтан 4 метр-секундқа дейін арттыратын күштің жұмысын анықтау керек. Енді дене, балдар, қарап тұрсаңыздар, масса берілген және жылдамдықтардың мәні берілген. Ендеше бұл жерде кинетикалық энергия бар деген сөз. Дененің атқаратын жұмысы осы кинетикалық энергияның өзгерісіне тең болады. Дельта E кинетика. Бұны екінші энергиядан бірінші энергияны азайтамыз деген сөз. Екінші энергиямыз mv2 квадрат бөлінген 2 азайтылған mv1 квадрат бөлінген 2. Бұл жерден m бөлінген 2-ні жақшан сыртына шығарып жіберіп, жақшан ішінде v2 квадрат азайтылған v1 квадрат деп алуымызға болады. Нөлдер квадраттар.
Осыны есептесек дұрыстап. 200 грамм балдар ол 0,2 килограмм. Барлығын халықаралық бөліктер жүйесіне шығару керек. Түсінікті ма? Бөлінген, мына массаның орнына қойдым, сосын бөлінген 2. Мына жақта 4-тің квадраты 16, 3-тің квадраты 9. 16-тан 9 азайтсақ 7, 7-ні 0,2-ге көбейтетін болсақ 1,4 болады, 1,4-ті 2-ге бөлетін болсақ 0,7 джоуль деген шаманы аламыз. Ол берілген жауаптардың ішінде С нұсқасына сәйкес келеді. Ары қарай. Иіндіктің жалпы ұзындығы 6 см, ұзындығы 20 см қысқа иініне ілінген 5 кг жүкті теңеруге болатын ұзын иіндегі жүктің массасын анықтауымыз керек. Енді жалпы ұзындық беріліп тұр, балдар. Ол 60 см. Сосын қысқа иіні дейді. Мен оны ұзындығы 20 см қысқа иіні LQ деп қойшы, балдар. LQ. Оның ұзындығы 20 см екен. Сосын ол жерге қысқа иінге ілінген жүктің массасы, так, Q деп қойыңыз жерге. Қысқа жаққа ілінген жүктің массасы бізде 5 кг. Ал қалған бөлігі, балдар, жалпы ұзындығы 60 болса, қысқа жағы 20 болса, онда ұзын иіннің ұзындығы 40 см болмай ма? Сол жердегі ұзын жақтағы массаны, ұзын иінге ілінген массаны біз анықтауымыз керек. Балдар, былай жазуымызға болады. F қысқа көбейтілген L қысқа тең болады. F ұзын көбейтілген L ұзын деп алуымызға болады. Бірақ күштердің орнына біз масса арқылы да есептеу беруімізге болады. M қысқа L қысқа тең болады. M ұзын, L ұзын. Осы жерден бізден M ұзынды сұрап жатыр. Енді мына жерге 5, ана 20 см, мына жерде M ұзын, мынау 40 см. Так, мынамен мынау не істеп кетеді? Қысқарып кетеді. Мына жерде 2 болады. Сосын M ұзын табатын болсақ, 5-ті 2-ге бөлеміз. Сол кезде 2,5 кг шығады. Яғни ұзын жағында дененің массасы не болады? Массасы жеңілірек болады. Қысқа жағында масса ауыррақ болады. Бұл нұсқасы есептің дұрыс жауабына сәйкес келеді. Ары қарай. Массасы 0,5 кг отыны толық жанғанда 22 мегаджоуль жылы бөлінсе, отынның меншікті жану жылуын анықтауымыз керек. Өте оңай есептер. Кіші Q тең үлкен Q-ді массаға бөлсек жеткілікті. Сол кезде 22, оның 6 дәрежесін 0,5-ге бөлсек 44, оның 6 дәрежесі шығады. 44 мегаджоуль бөлінген килограмм деп алсақ болады. Берілген жауаптардың ішінде А нұсқасы есептің дұрыс жауабы. Келесі. Идеал жылу машинасының пайдалы әсер коэффициенті 45%, салқындатқыштың температурасы 10 градус болса Цельсий бойынша. Қыздырғыштың температурасын анықтауымыз керек. Барлық жауаптар Цельсийде берілген, сондықтан да есепті Цельсиймен шығара берсек болады. Пайдалы әсер коэффициент жылу машинасының формуласы Т қыздырғыш, Карнот циклы, азайтылған Т салқындатқыш бөлінген Т қыздырғыш. Осы жерге сан мәндерін. 45%-ды мен 0,45 деп алсам болады. 0,45 тең қыздырғышты білмейміз. Т қыздырғыш минус 10 бөлінген Т қыздырғыш. Осы теңдеуді шешсек болғаны, балдар. Т қыздырғышына жаққа көбейту болып өтеді. 0,45 Т қыздырғыш тең Т қыздырғыш минус 10. Минус 10 жаққа плюс болып өтеді. Т қыздырғыштан 0,45 азайтсақ 0,55 Т қыздырғыш болады. Осы жерден Т қыздырғышты анықтайтын болсақ, онда 0,5-ге бөлсек 20 шығады. Бірақ біз 0,5-ге емес, 0,55-ге бөліп тұр. Сол кезде 20-ға жақын вариантты іздеп қарайтын болсақ, 20-ға жақыны тек қана А нұсқасында бар, 24,2. Қалғандары 20-дан өте алысырақ. Так, ойбай, балдар, тұра тұрыңыздар. 18,2-де жақынырақ көріп тұрсыздар ма? Осы болады есептің дұрыс жауабы, егер қателеспесем. 18,2 20-ға жақынырақ, 24,2-ге қарағанда. Сондықтан да біз Д нұсқасын есептің дұрыс жауабына енгіземіз. Ал осымен біздің бүгінгі талдауымыз тамам. Оқушылар жекеме ОБТ-да шығара алмай жүрген есептеріңізді жіберсеңіздер болады. Тағы да осындай сіздерге пайдалы видеоларды түсіруге дайынбыз. Қош, сау сәлеметте болыңыздар. Тағы да сіздерге оқушылар сәттілік. Барлығын аман есен тапсырып шығыңыздар. Еш қобалжу болмасын.
иә. Егер шынымен де дайындалсаңыздар осы уақытқа дейін, онда өз күштеріңізбен жоғары баллды жинап шығатындарыңызға сенімді болыңыздар.